Шариғатында өте үлкен сауап болып есептелінеді. Оған жауабы Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтады: ауызашар беріңіздер. Кім біреуді ауыз ашқызатын болса, сол адамның сауабына серіктеседі дейді. Және сол ауыз ашып жатқан адамның да сауабы кем қалмайды дейді. Хадис осымен тамам. Бұл не дегені? Бір адам аузы берік, және екінші бір адам оны ауызашарға шақырды. Ауызашарға. Бұл өте үлкен құлшылықтың бір түрі. Және сол ауызашарды ұйымдастырған адам өзі де ораза ұстаған. Және ораза ұстаумен бірге ауызашарға келген әрбір аузы берік болған кісілердің де сауаптарын алады екен ол адам. Дәл сол нұсқа сауап ол адамға да жазылады. Және сол ауызашарға келген адамдардың да сауап кем қалмайды дейді Пайғамбар алейхиссалам. Олар толық өздерінің сауаптарын алады. Бірақ бұл жерде олардан да ұтқан, сауап жағынан ұтқан адам оларға ауызашар ұйымдастырған адам екен. Бұл Алланың әділдігі.